Саламатсыздар ма, құрметті оқытушылар. Бүгінгі байқауда мен экономист мамандығын таңдадым. Бұл мамандықтың маған қызықтыру себебі экономист мансабына қызығушылық танытқан адамның үкіметте жұмыс істеуіне үлкен мүмкіндігі бар. Экономист бұл қазіргі уақытта өте сұранысқа ие мамандық. Онсыз бірде-бір кәсіпорын, ұйым немесе тіпті мемлекет жұмыс істей алмайды. Бұл мамандық ең қиын мамандықтардың бірі, бірақ бұл оның үлкен танымалдылыққа ие болуына кедергі болмайды. Жалпы экономист мамандығы қалай пайда болды десек, ғылыми жұмыстарда алғаш рет экономика сөзі біздің заманымыздан дейінгі 4-ші ғасырда пайда болды. Аристотель көптеген экономикалық операцияларды жүргізді және халық арасында өте танымал болды деп жазды. Бұл тарихтың алғашқы белгілі экономисті болып саналды. Тарих барысында бұл мамандық дамып, одан тағы бірнеше мамандық бөлінді. Экономист туралы фактілерді айта кетсек, бұл саладағы еңбек нарығындағы бәсекелестік өте жоғары және ұсыныс сұраныстан асып түседі. Алайда бұл жұмыс ұсыныстары бар кез келген сайттағы жұмыс базасын қарау арқылы сенімді бола алмайтын нәрсе емес. Экономистерді жылу энергетикасы ұйымдары, көп пәтерлі үйлерді күрделі жөндеу қоры, облыстық коммуналдық компания іздейді. Жұмыс берушілер білім базасы олардың кәсіби әлеуетін одан әрі дамытуға мүмкіндік беретін қызметкерлерге қызығушылық танытады. Осы фактіні ескере отырып, олардың еңбек нарығының сұранысқа ие қатысушылары екенін атап өткен жөн. Жалпы осы мамандықтың мазмұнын айта кетсек, экономист кәсіпорынның экономикалық қызметін жоспарлау мен талдауды жүзеге асыратын жоғары білікті маман. Экономист шешетін негізгі міндеттер: бастапқы экономикалық ақпаратты жинау, өңдеу, бағалау, шаруашылық шешімдерін қабылдау және кәсіпорын объектілерінің жұмыс істеу тиімділігін бағалау мақсатында есептік және есептік ақпарат талдау. Экономист мамандығының танымал адамдарына тоқталатын болсақ, Адам Смит экономикалық ғылымды жасаушы, нарықтың көрінбейтін қолы өрнегінің авторы. Ал Дэвид Рикардо Адам Смиттің ізбасарларының бірі. Алғашқылардың бірі болып капиталға шаққандағы пайда экономиканы дамытудың басты ынталандырушысы болып табылады деген пікір айтты. Карл Менгер либертарианизммен тығыз байланысты Австрия экономика мектебінің негізін қалаушы. Ал Альфред Маршалл алғашқы неоклассистердің бірі және Кембридж экономика мектебінің әкесі. Жалпы экономистке керекті қабілеттер: ең алдымен экономист үшін аналитикалық ойлау, дамыған логикалық ойлау және математикалық қабілеттерге ие болу маңызды. Экономист уақытты кешіктірмей көп ақпараттармен жұмыс істей алу керек. Оған қоса жұмыс істеу қабілеті, адаммен келісу қабілеті, дамуға деген ұмтылыс тек кәсіби ғана емес, сонымен қатар жеке тұлға сауатты таныстыру қабілеті, өз бетінше шешім қабылдау қабілеті болу керек. Осы мамандықтың артықшылығына тоқталатын болсақ, экономист мамандығының жалпы елімізде жоғары оқу орындарынан бөлек колледждерде де экономист мамандығын оқуға болады. Оған мысалға ала отырсақ, Кемеп университеті, одан кейін Қарағанды экономикалық университеті, кейін Тұран Астана университеті. Университетте Nike, Lexus, Intel және тағы басқа сияқты жетекші американдық компанияларда кәсіби тәжірибелер мен тағылымдамалардан өту тәжірибесі бар. Жалпы экономика мамандығының салаларына тоқталсақ, ол тауар бухгалтері, логист, маркетолог, менеджер, банк немесе сақтандыру ісінің маманы, тауар маманы, қаржыгер және экономист болып табылады. Жалпы экономист маманның болашағына, оның өсуіне тоқталатын болсақ, ол екіге бөлінеді. Біріншісі, топқа ерекше қиындықсыз және қысқа мерзімде экономикалық университеттердің кез келген түлегі орналаса алатын лауазымдар кіреді. Екінші топ беделді бос жұмыс орындарын біріктіреді. Оларды жұмыс тәжірибесі жоқ жас маманға қабылдау оңай емес. Мансапқа жоғары ынталы, қаржы саласына тамаша теориялық білімі бар және осы білімді іс жүзінде қолдана алатын өршіл жастар жұмысқа орналасудың ең жоғары мүмкіндігіне ие. У человека, заинтересованного в карьере экономиста, есть большая возможность работать в правительстве.
Экономисты также работают в качестве профессоров в корпорациях или в составе экономических-аналитических центров. Экономист очень востребованная в настоящее время профессия, без которой не может работать ни одно предприятие, организация или даже государство. Эта профессия одна из самых сложных, но это не помешало ей завоевать огромную популярность. Возникла эта профессия в Древней Греции. Первое упоминание об экономисте относилось примерно в 200-х годах до нашей эры. Аристотель писал, что Чанкая 350-283 проводили многие экономические операции и был очень популярен в народе. Именно и считается первым известным в истории экономистом. Если будем говорить о фактах, еще один факт о профессии экономиста заключается в том, что конкуренция на рынке труда в этой сфере очень высокая, а продолжение повышает спрос. Однако это не то, в чем вы не можете быть уверены. Присматривая базу данных вакансий на любом сайте с предложениями о работе, экономисты ищут в теплоэнергетические организации, фонд капитального ремонта, многоквартирных домов, областная коммуникальная компания. В ряде банков требуются бухгалтеры, кредитные специалисты, финансовые менеджеры, специалисты нужны и на крупных предприятиях. Работодатели заинтересованы в сотрудниках, база знаний которых позволяет им дальше развивать свой профессиональный потенциал. Учитывая этот факт, следует отметить, что они являются востребованными участниками рынка труда. Экономист – высококвалифицированный специалист, осуществляющий планирование и анализ экономической деятельности предприятий. Основные задачи, решаемые экономистом, это сбор, обработка, оценка первичной экономической информации, анализ учетной и отчетной информации с целью принятия хозяйственных решений и получения оценки эффективности функционирования объектов предприятия. Адам Смит, создатель экономической науки, автор выражения «невидимая рука». Дэвид Рикардо был одним из первых, высказывал мнение, что прибыльный капитал является главным стимулом развития экономики, а также Карл Менгер, Альфред Маршалл, Джон Мейнард Кейнс. Был основателем кейнсийской мысли, отцом микроэкономики. Также Бенджамин Грэм, отец фундаментального анализа. Также, отвечая на вопрос, какими качествами должен обладать экономист, можно назвать среди профессиональных способностей работать с документами, знание специализированных компьютерных программ, умение отслеживать изменения в законодательстве, организаторские способности, умение искать информацию, и не только информацию, и работать с ней, способность договариваться с человеком, стремление к развитию не только профессиональному, но и к личному. А если да не сомневаюсь, двигаясь вперед в карьере, сделай это в профессии как никогда реально. Преимущество профессии экономиста является ее высокой востребованность и актуальность. Несмотря на большое предложение на рынке труда, спрос на нее также не ослабляет. Также плюс профессии – возможность хорошо зарабатывать, хорошие перспективы для карьерного роста. Экономические знания весьма пригодятся для открытия своего дела. Также эта работа требует ответственности и интеллектуальных затрат. Для того, чтобы стать высококвалифицированным специалистом, придется много работать над собой. На экономиста можно учиться не только в вузах нашей страны, также в колледжах. Если пройтись по списку наших вузов, то это университет КИМЭР, также Туран Астана. Они имеют очень большой опыт прохождения профессиональных практик и стажировок в ведущих американских компаниях, таких как Nike, Lexus и Intel, также и другие. Специализация и экономика и управление позволяет получить следующие квалификации, такие как бухгалтер, логист, маркетолог, финансист и экономист.